Кімде-кім байып кету үшін адамдардан қайыр тілейтін болса, оның сұрағаны оттың шоғы. Қаласа аз алсын, қаласа көп алсын. Сендердің бірің Алла тағала құзырына барғанға дейін қайыр тілеуін тоқтатпаса, оның бетінде бір кесекте еті қалмайды. Иә, садақа ислам дініндегі қасиетті ұғымдардың бірі. Ішерге асы, киерге киім жоқ бақырға көмектесуді асыл дініміз әрбірімізге міндеттейді. Ол садақа сұрау, яғни қайыр тілеу, қандай жағдайда рұқсат етіледі? Жалпы аяқ қолы сау, ақылы бүтін адамның жұрттан садақа сұрауы, дінді былай қойғанда логикаға да сыймайды. Исламда тамағы бірнеше күнге жететін адамның қайыр тілеуі харам. Ал аяқ қолы балғадай, тепсе темір үзетін Жанболат Мамай еш арланбастан жұртқа алақан жайып садақа жинап жүр. Бұл әрекетімен ол біреуді мұқатамын деп ойласа керек, бірақ ауыр күнәға батып жатқан өзі біле ме екен. Жанболат өзін мұсылманмын дейді, бірақ әрекетінен исламның иісі де шықпайды. Ол кәдімгі масыл, жатып шер. Өмірінде мемлекет үшін, халық үшін жұмыс істеп көрмеген. Шетелдің грантын немесе саяси тапсырыстарды алып, соған шалқып өмір сүріп келді. Қазірде оның жағдайы өте жақсы. Еш жерде жұмыс істемесе де, зәулім үйде тұрып, баласын қымбат, ақылы мектепте оқытады. Соған қарамастан, өз қарызын қайтару үшін елден қайыр сұрап жүр. Мұндайды қазақ Құдайдан жалаң аяқ безген деп атайды. Садақа беремін десеңіздер, барлық мәліметтерді экраннан көріп отырсыздар. Ал исламдағы ең ауыр күнә өтірік айту. Қасиетті Құран кәрімнің өзінде Алла тағала адам баласын өтірік айтпауға 167 рет шақырған. Ал пайғамбарымыз хадистердің бірінде, егер адам өтірік сөйлесе, күнәға батады. Күнәға батса, кәпір болады. Кәпір болса, тозаққа кіреді деген. Бірақ соған қарамастан өтірік айту Жанболат Мамайдың сүйікті ісі. Оның суайт, өтірікші екенін сот бірнеше рет дәлелдеген. Мамай ең болмаса 30 күн оразада өзін күнәдан тыя алмады. Алайда өтіріктің арты бір тұтам. Жанболат Бауыржан Байбекке жала жапқан үшін сотта жеңіліп, қазір соның өтеуін өтеп жатыр. Енді оны елге танымал өзге де азаматтар сотқа беру мүмкін. Өйткені Мамайдың жаласынан көптеген адамның беделіне нұқсан келді. Мамайдың осындай көргенсіз болуы оның тексіздігінен. Мамайға әке-шешесі тәрбие бермеген. Қайдан тәрбие берсін? Әкесі сотталып шыққан. Шешесі мұғалім болса да, бала тәрбиесіне салғырт қараған. Жанболат та әкесі сияқты әйелін қызымен бірге тастап, басқа әйел алып кеткен. Жанболат бір әкеден туған әпкесін мойындамайды. Бұл нағыз көргенсіздің әрекеті. Міне, сіз бен біз білетін Жанболат Мамайдың шын бет бейнесі осындай.